Сәлем достар, сіздермен бірге жел каналы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз жұмыртқа маскасы туралы айтатын боламыз. Ол теріні тазалайды, тартады, жұмсартады. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Жастық пен тері саулығын әрдайым бақылауда ұстау үшін түрлі маскалар жасап тұрудың маңызы мол. Ал жұмыртқадан жасалатын бұл маска бет терісін тазалайды, жұмсартады, нәрлендіреді және тартып тұрады. Сонымен қатар ең арзан қолжетімді маска болып есептеледі. Жұмыртқаның ағы теріні тазалап тартып тұратын болса, сарысында терінің сыртқы қабат тереңеп тазалап жұмсартып тұратын лецитин көп мөлшерде кездеседі. Сондай-ақ жұмыртқаның құрамында А, Д, В дәрумендердің терінің жас қалпын сақтауға септігін тигізеді. Сондықтан да жұмыртқа маскасын кез келген жастағы қыз-келіншектер жасауына болады. Сізге керегі бір жұмыртқа және салфетка, шанышқы, 2 ыдыс. Жасалуы: жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алыңыз. Ағын аздап араластырып бетіңізге жағып, оның сыртынан салфетка қажет мөлшерде кесіп жабыстырыңыз. Одан кейін бетіңізге жабысып тұрған қағаздардың сыртынан тағы бір рет жұмыртқаның ағын жағу керек. Бірақ тым көп жағудың қажеті жоқ. Жұмыртқа жақсылап кепкен соң, яғни 20-30 минуттан кейін масканы төмен, яғни екі жағыңызға бастап жоғары маңдайға қарай еппен тарта отырып алып тастаңыз. Масканы алып жатқанда аздап ауыру сезімі болуы мүмкін. Дегенмен жұмыртқа маскасының нәтижесін көргенде-ақ ол туралы ұмытып та кетесіз. Масканы алғаннан кейін бағаны бөліп қойған жұмыртқаның сарысын араластырып бетіңізге жағыңыз. Ал оның күші әлде қайда арттыру үшін оған бірнеше тамшы зәйтүн немесе кокос майын қосуға болады. 10 минуттан кейін бетіңізді жұмыртқаның сарысын жылы сумен жуып тастаңыз. Егер бет терісі құрғақ болса, дереу нәрлендіріп крем шаққаныңыз жөн. Мұндай масканы аптасына 2 рет жасап тұрған артық болмайды. Егерде достар бүгінгі видео ұнаса, лайк басып арнамызға жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған жел каналы келесі кездескенше.